Бәріңізге сәлем достар, сіздерге дәмі тіл үйретін өте жұмсақ балды торттың рецептін ұсынамын. Алдымен ыдысқа жұмыртқаны қосамыз, оның үстіне қантты қосып, венчикпен жақсылап араластырамыз. Одан кейін бөлме температурасындағы сары май, сүт, табиғи балды қосып, барлығын біркелкі массы болғанға дейін жақсылап араластырамыз. Қайнап тұрған судың үстіне қойып, водяной баня жасаймыз. Қолымызды осылай батырған кезде жылы болу керек. Одан кейін ас содасы мен уксусты қосып, жақсылап араластырамыз. Массамызды бөлек ыдыста суытып, үстіне електен өткізіп ұн қосамыз және жақсылап қамыр илейміз. Қамыр видеодағыдай сәл сұйықтау болуы керек. Қақпағын жауып минимум 1 сағатқа тоңазытқышқа жібереміз. 1 сағаттан кейін осындай болып қатады қамырымыз. Қамырды теңдей 6 бөлікке бөлеміз. Әр бөлікті пергамент қағаздың үстіне жұқа етіп жаямыз. Керегінше ұн қосуға болады. Кез келген осындай дөңгелек нәрсені пайдаланып пішінге келтіреміз. Менде диаметрі 22 см. Корждарды 180 градус қызып тұрған пеште 10 минуттай қызарғанға дейін пісіріп аламыз. Тортты кез келген өзіңіз қалаған креммен жинауға болады. Менде қаймақ пен варенка қосылған крем. Торттың кремі жақсы сіңу үшін кем дегенде 2 сағатқа тоңазытқышқа жібереміз. Шайларыңыз тәтті болсын. Сіздермен болған Кәмшат.